Мен Сапарова Нұргүл Арайбек қызы 2005 жылдың 1 қыркүйегінде әрбір адамның өмір мектебінің бастамасы болып саналатын білім ордасының табалдырығын аттадым. Алғаш сауатымды ашқан ұстазым Бибінұр Ерсайын қызының бойынан ұлылықты, ізгілікті жинап өстім. Ұстаз мейірімі мен адалдығын ту етіп, қиындығы мен қызығы қатар жүретін мамандықты бала күнімнен армандадым. Балалық шақтың дәурені өтіп, жастықтың жалынды жылдары келгенде, бала қиялы арманға ұласып, мені Алматы қаласындағы белгілі жоғары оқу орындарының алдыңғы қатарындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына жетеледі. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын, алғыр да жауапты студент атанып, жоғары оқу орнының да мақтанышы болдым. Келді көп қыз көп ұл, жатақхана шағын қалашық, болдау мекен өңір, көбелектей жалынға ғашық, алып ұшқан көңіл. Туған жер айналдым сені, бауларым. Алыстағы армандай болып көрінген қол созымдағы мақсатыма жетіп, өзімнің туған жеріме оралып, Шарбану Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназияға 2020 жылдың 2 қыркүйегінде жұмысқа орналасып, қазіргі таңда қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша қызметімді жалғастырып келемін. Бабаларым аңсаған екен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңе. Менің өз пәніме, жұмысыма деген сүйіспеншілікке толы қызығушылығымды, оқушылармен жылы қарым-қатынасымды байқаған басшылық, бастауыш сыныптан орта буынға қадам басқан 5 А сынып оқушыларын маған жауапкершілікпен тапсырды. Кішкентай бүлдіршіндердің тәтті қылығы, маған деген ерекше ықыласы менің жұмысыма қанат бітіргендей болды. Әр уақытым, әр сәтім мен сынып жетекшілік ететін осы балапандармен қызықты өтуде. Бала қиялда тарман, ұстазы сақталған сүргін. Басимен мәңгі ұстазлайын құрметке, қабылда бол мәні шәкіртімнің. Алғысы деп айтқан жүрбе. Ана тілін ұмытқан ел, өз халқының өткеннен де, болашағынан да қол үзеді деп, Ғабит Мүсірепов атамыз орынды пікір қалдырған. Сол себепті, бала бойына ана тілімізді, патриоттық сезім мен ұлттық рухты сіңіру, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі үшін басты миссия болуы керек дер едім. Ең бірінші бақытым халқым менің. Сондықтан, мен пән мұғалімі ретінде ұрпақты тәрбиелеуде маман ғана емес, қоғамның саяси хабаршысы бола білуім де керек деп ойлаймын. Мұғалім болып қызмет етіп келе жатқаныма 2 жыл 5 ай көлеміндей уақыт болыпты. Осы уақыт аралығында түрлі облыстық, аудандық іс-шараларда бақ сынап, өзімді шыңдап келемін. Ұстаздан шәкірт озар демекші, оқушыларым да еңбегімнің жемісін беріп, биік белестерді бағындырып келеді. Менің ендігі мақсатым білікті маман болып, өнегелі ұстаздар қатарынан көріну. Ұстазым менің ұстазым.